Қайырлы кеш достар, сіздермен Ревенюс. Эфирде мен Анара Батырхан және шоу-бизнестегі бүгінгі күннің басты жаңалықтарын айтамын. Енді күнделікті сағат 17:35-те өздеріңізбен қауышатын боламыз. Бүгін көретіндеріңіз: Шерхан Пірназар, Әсел Асқар, Фариза Ескермес Вьетнамға жаңа фильмнің түсіріліміне аттанбақ. Деверім, келсем деп айтам, ақшасына да қарамайым. Шера фильмге түсу үшін кинопродюсерге қандай талап қойды? Жақсы ғой негізі тәпішкелер болған. Жұлдыздар сұлулық стандарты, яғни боди-шеймингке қалай қарайды? Бодиін білеміз, шеймингін білмейді. Мен естиген дейсің ме енегем? Сырт келбетке қатысты термин неге әртістердің зәресін алды? Фигураға байланысты қараймын, сосын әдемілікке қараймын, шыны керек. Гармония, сыйластық, махаббат, Аха мен Аишка арасында дәл экрандағыдай бақытты ма? Бәрі кино емес, шын өмірдің бір 10%-ын сіздер көріп жатсыздар. Аханы Аишка өзге сулардан қызғана ма? Жоқ. Әсел Асқар мен Фариза Ескермес Шерхан Пірназарға таласып жүр. Арам ойлап қалмаңыз, бұл кімге керексің картинасының концепциясы. Комедия Вьетнамда таспаланады. Сәбит Рахымбаевтың айтуынша, Шера фильмге түсу үшін арнайы райдерін қойған. Сондағысы сүйретпе аяқ киім мен уақытылы тамақтану. Толығырақ әріптесім Айдана Шалқар айтып берсін. Шерхан Пірназар енді алматылық емес. Актер Вьетнамға қоныс аудармақ. Көшіп кетуіне басты себеп нағыз махаббатын кезіктіру. Шерхан Пірназардың Вьетнамға беттеуі бекер емес. Актер Хошимин қаласында таспаланатын «Кімге керексің» картинасында басты рөлде. Кейіпкері экс-әйеліне «Сенен де керемет жанды табамын» деп өзін дәлелдегісі келіп жүрген қызуқанды жігіт. Бұл фильмдегі кейіпкеріңіз Шераның басқа кейіпкерлерінен несімен ерекшеленеді? Ең бастысы отбасылық жағдай, ерлі-зайыптылардың арасындағы кикілжің. Ол неден пайда болды, ол не үшін ажырасып кетті? Кейіпкердің өзі, Асхат деген, бұл өте бір андай қызуғанды, өзіне не керегін білмейді, бірақ мүмкін білетін шығар. Ал өмірде Шерхан қызуқанды адам ба? Әрине, енді негізі қызуғандылық ол жағдайға байланысты ғой. Сол себептен де күнде қызуғанды болып жүре бермейсің, бірақ десек те енді орнымен ғой барлығы. Фильмде шынайы махаббатын жолықтырмаған адамның оқиғасы көрсетіледі екен. Ал өмірде өзіңіздің махаббатыңызды жолықтыруға, оны сіздің адамыңыз екенін түсінуге қанша уақытыңыз кетті? Басында енді осы түсірілім алаңда танысып, сөйлесіп, араласып жүрдік. Сосын кейіннен жай күннен күнге енді арада бір енді химия пайда болып, бір коннект пайда болып болады ғой бір енді. Енді ол сезімді негізі ол сөзбен жеткізу қиын да, ол деген іштей бір түйсік болды, кәдімгідей болды деп ше. Сол себепті менікі деп ойладым сразу. Сосын әрекет еттік. Сюжет желісі бойынша Шерхан Пірназар Вьетнамда арманындағы аруды жолықтырады. Оның экрандағы ғашығы Фариза Ескермес. Кеше Фариза сенімен партнер болған өте күшті деп айтты. Ал сізге қалай коннект жақсы ма Фаризамен? Біз академияда бірге оқығаннан кейін, бір-бірімізді бұрыннан танығаннан кейін, тем более таныс адаммен бір площадкада бір партнер болып ойнаған, ол мүлдем басқа да. Сондықтан Фаризамен күшті, ұнайды. Махаббат үштігінде Әсел Асқар да бар. Сылқым Шерханның экс-жұбайы. Сценарий ұнағандықтан ойланбастан келістім дейді Әсел. 4 жыл аралығында маған көптеген ұсыныстар келген, бірақ өзім бас тартып жүрдім. Енді қазір бас тартпаймын. Не ұсынады, соған деверім, келсем деп айтам, ақшасына да қарамайым. Главное, чтобы сценарий күшті болды, режиссер күшті болды. Сол болса болды маған. Сол режиссер қандай талап қойды? Өзіңді ойна болды деді. Вообще не напрягайся деді Анвараға. Бірақ мен айттым Анвараға, пожалуйста, ендігі рет, пожалуйста, маған бір добрый амплуа беріңізші дедім. А то всегда мені бір сондай бір дурочка, блондинка, сондай бір ақмақ қыздарды береді да маған. Вот, а так өзім жақсы адаммын ғой негізі. Фильмдегі негізгі кейіпкерлердің бірі Нұрболхан Шараповқа тиесілі. Үлкен экраннан аз болса да саз көрінетін әзілкеш Шерханның жан жолдасының рөлінде төбе көрсетеді. Фильмде Баха деген жігіттің рөлін ойнаймын. Шерхан Пірназар, яғни Асхаттың досы. Екеуі автосалонда жұмыс жасайды. Былай келген кезде үйленуге ешқандай ойы жоқ. Қаңғырып, қыдырып жүрген бір дос айтыр. Бұл фильмде саған ешкім қарамайды, сен кімге керексің деген секілді сөздер қолданады екен. Бойдақ кезіңізде осындай сөздерді естіп көріп пе едіңіз? Ондай сөздерді көп естідік, үйдегілерден де естисің, достардан да естисің.
саған өз біреу қарай ма деген сияқты. Түсірілім тобы бірер күннен соң Вьетнамға аттанады. Актерлық құрам 20 күн бойы Хошимин қаласында болмақ. Ну, мы хотели немножко расширить географию казахстанских фильмов. Қазақстандық кинолар түсірілетін жерлердің ауқымын кеңейткіміз келді. Отандық продакшндар әлі Вьетнамда фильм таспаламаған. Бұл ретте бірінші болғымыз келді. Мемлекеттің билігімен киногерлерімен жарты жыл келісім жүргіздік. Құжаттарды рәсімдеу қиын болды. Жаңа айтып жатырсыз, Вьетнаммен жарты жыл бойы келісім жүргізілді деп. Ол қандай келісім болды? Очень долго готовились к проекту. Құжаттарды дайындау процесі ұзаққа созылды. Вьетнамның мәдениет министрлігі сценарийді оқып бекітті. Қазіргі таңда кез келген актердің өзінің райдері болады. Осы фильмге ұсыныс тастаған кезде олар да өзінің райдерін ұсынды ма, әлде қалай? Ну, у Шерхана главный райдер это чтобы как бы тапочки были на площадке, чтобы вовремя кормили. Жаңа Сәбит аға айтты, Шерханның басты райдерінде басты талабы ол түсірілім алаңда тапочкалар болу деп айтты. Иә, деп ше. Иә, жақсы ғой негізі тапочкалар болған. Тапочкадан қиналғансың? Иә, ондай болды. Шетел асып шынайы махаббатын іздеген Шерханның жайы не болмақ? Ғашықтар арасындағы бәс кімнің пайдасына шешіледі? Жауабын үлкен экрандардан білетін боламыз. Түсірілім жұмыстары Вьетнамда өтетін болғандықтан біздікілер гонорардан әжептәуір жеңілдік жасаған. Жылына 200-ден аса фильм түсірілетін Голливудтың актерлары керісінше ұзақ жол жүрген үшін үстеме ақы сұрар еді. Расында ең көп ақша тапқан киногер кім? 2023 жылдың статистикасына сәйкес Адам Сэндлер миллиондаған пайданың астында қалды. Ол ресми түрде Голливудтың ең бай актері. 6 months in isolation, you start thinking too much. I'm getting interference. I did not intend to frighten you, skinny human. Сараптама бойынша өткен жылы Адам фильмге түсу арқылы $73 миллион табысқа кенелген. Қазақстандық валютамен есептесек 33 миллиард теңгені құрайды. Оның қалтасын қампайтқан сервис Netflix платформасы. Hi, Barbie! Hi, Ken! Ал күміс жүлде Марго Роббиға тиесілі. Актриса Барби фэнтезінің арқасында едәуір қаражат тапқан. Сылқымның жылдық табысы $59 миллион құрайды. Әлеуметтік желіде бұл жаңалықтан соң Марго Робби Барбидің арқасында өмірінің соңына дейін үндемен бүлдеге оранады деген пікірлер де пайда болды. Ең қымбат Голливудтық актер тізімінің үштігін Том Круз түйіндейді. Өнер иесінің 2023 жылғы жалпы гонорары $45 миллион. Қаражаттың басым бөлігін Mission Impossible атыс шабысы алып келген. Барби Марго Роббидің ғана қалтасын қампайтқан жоқ. Команданың бәрі қарқ болды. Сондықтан жақында фэнтезидің сиквелі таспаланады. Фильм режиссері Грета Гервиг кезекті сұхбатында осындай қуанышты жаңалығымен бөлісті. Hi, Ken. Hi, Ken. Еске салсақ, комедия 2023 жылы ең көп касса жинаған толық метр деген статусқа ие болған еді. Әлемдік кинопрокатта $1 миллиард $45 миллион аса табысқа кенелді. Дегенмен көпшілік Марго Роббидің Оскар номинациясына ұсынылмағанына қапалы. Фильм бүкіл премияны есептегенде бар жоғы 8 жүлдені иеленген. Режиссер сценарийге ешқандай спойлер жасамады. Десе де түсірілім жұмыстары жуырда старт алатынын мәлімдеді. Актерлық кастта өзгеріс бола ма, әзірге жұмбақ. Голливуд жұлдыздары Vanity Fair шарасында бас қосты. Бұл Оскар марапатынан соң өтетін дәстүрлі автопати. Кешке киноға мүлдем қатысы жоқ жандар да келген. Мәселен, Кардашьяндар әулеті Ким, Кендалл және Кайли эпатажды образбен көзге түсті. Оскар марапатының қызықтары әлі жалғасуда. Шарада жүлде алғандар жеңісін тойласа, мүсіншеге қол жетпегендер көңілдерін өздері көтеруге тырысады. Жұлдыздарға мұндай мүмкіндікті Vanity Fair ұйымдастырған автопати сыйлайды. Голливудтық күллі бамут бас қосатын кинопати қызыл кілемсіз өтпеді. Ред карпетте сан жылтыратып, алтын жалатылған тастардан жылтыр комбез киіп келген Марго Робби басты назарда болды. Актриса Оскарсыз қалғанына қарамастан көңілді. Сылқым Мюглер брендінің ескі коллекциясына қайта жан бітіргендей.
шарада күтпеген қонақтар қатарында корейлік Blackpink Girls бендінің солисі Розаны байқауға болады. Мембер мінсіз мүсін айқындай түсетін ұзын етекті көйлегін қара көзілдірікпен үйлестіріп келген. Беверли Хиллзге ағылған танымалдар арасында сондай-ақ Кайли Миноуг, Карди Би, Эмили Ратаковски, Пэрис Хилтонды байқауға болады. Сылқымдар Vanity Fairге барынша әзірленіп келген. Қызыл кілем, дәмді ас және әсерлі музыка. Мұндай кеште көңіл көтеру тегін емес. Vanity Fairге кірі құны кем дегенде 80 мың ақш доллары. Түрлі патиді жаны сүйетін Кардашьяндар әулеті бұл орайда қалталарын біраз жұқартқан. Крис Дженнер қыздары Ким, Кендалл және Кайлиді арнайы ертіп келген. Ал олардың ұсынған дресс-коды ұзын көйлек. Боди-шейминг – адам болмысының алуандығы, жасы, нәсілі, ұлтының сан қиылығына байланысты айтылатын түрлі негатив пен кемсітулер. Жұлдыздар бұл терминнен қаншалықты хабардар. Мысалы, миллиондық қанат тасқан кісімен тек кейпіне қарай араласа ма? Сымбат Сағындық сұрап көрді. Боди-шеймингке байланысты сұрақты миллиондық жігіттерге жолдап көрдік. Әзілкештер алғашқыда сауалымызды түсіне қоймады. Боди-шейминг деген терминді білесіздер ма? Боди-шейминг? Бодиін білеміз, шеймегін білмейді. Мен естігенде естімеген екем. Боди-шейминг деген қазақша жалпақ тілге аударғанда адамды сырт келбетіне қарап бағалау. Баяғыда сондай қабілет, сондай қасиет бар тұғын. Кейін ол адаммен сөйлесе келе. Жоқ, сөйлеспей тұрып, ол сырт келбетіне қарап мінездеме беру керек емес екен. Кинопродюсер, актер, комик Ақболат Өтебайда боди-шеймингтен бейхабар болып шықты. Бірақ Ақболат адамдардың сырт келбетіне, киім киісіне көңіл аударатындардың қатарынан екен. Мынандай терминді білесіз ба? Боди-шейминг деген. Білмедім. Сіз қаншалықты кісіні сырт келбетіне қарап бағалайсыз? Жақсы киім жүрсе, әдемі жүрсе, елімізге келген адамдар елдің менталитетіне, мәдениетіне таңғалатын болса, күліп жүретін халық болатын болса күшті ғой. Осы жақсылыққа қарай болды тек. Жанболат Найзабеков та әріптесі Ақболаттың сөзіне қосылатынын айтады. Сіздің көзіңізге бірінші не түседі? Ең бірінші адамның тазалығына қарайсыз ғой енді. Ол кісі қандай, дене бітіміне шашы өспеген ба, сақал өсіп кетпеген ба, әрине адам көрік шүберек дейді, міндетті түрде киіміне қараймыз. Ал Ая Фанк адамды сырт келбеті, сымбаты мен мүсініне қарай бағалайтынын жасырмады. Көзге ең бірінші әдемілік түседі ғой дейді ол. Фигураға байланысты қарайсың? Фигураға байланысты қараймын, сосын әдемілікке қараймын, шыны керек. Потом, енді ары қарай ішіне внутрикқа кіресің ғой, ақыл, ой, иман деген сияқтыларға. Боди-шейминг не екен білесің ба? Бодиді білем, шеймингді білмедім ба. Кейінгі кезде 8 бұрышты октагоннан жиі көрінетін актер, комик Бексұлтан Піләл сұрағымызға әзілмен жауап қатты. Жоқ. Былай встречать по одежке, провожать по уму дейді ма? Кішкене сөйлесіп барып жағамыз. Даже мен бомждан мен араласам. Сеймо мінсіз мүсін есі. Сондықтан сылқымның боди-шеймингке ұшырауы неғайбыл. Бірақ моля хейтерлерге пысқырып та қарамасы анық. Өткені бүгінде әртіс Блек Сыбана алғашқы ән жинағын жазып жатыр. Альбомның аты Money Girl. Релиз 15 наурызға жоспарланып отыр. Ал күні кеше мөлдірдің тағы бір әні жарық көрді. Пум-пум деп аталатын тректе ақша, бизнес, жігіттер мен қыздар жайлы айтылады. Қала берді альбомға осыдан бірер апта бұрын жарық көрген Сеймо мен Асиктің фиті «Танец кисло-сладкий» мен қалап бірлік композициялары да қосылады. Сеймо әндерінде кімді суреттейді? Бұл әзірге құпия. Есесіне аха репертуарын түгелдей жары Аишаға арнайды. Шоу-бизнесте ең тәтті жұптың үйленгеніне жарты жылдан асты. Аз ғана уақытта олардың отбасылық өмірі желіде мемға айналып кеткен. Оған не себеп? Музыканттың өзі айтып береді.
Лирик музыкант Аха нағыз романтик. Оның әрбір трегі жара Аишкаға арналатынына да жұрт үйреніп қалған. Жарты жыл бұрын шаңырақ көтерген Ахмет Үсербек отбасылық өмірін желіде барынша еркін көрсетеді. Аишка екеуің махаббаттарың барлық Қазақстан куә болды. Жеке өмірлерінің осындай көпшілік алдында жүру кедергі келтірмей ме? Бәрі кино емес, шын өмірдің бір 10%-ын сіздер көріп жатсыздар. Қалған 90%-ы ол бытовая тема, үйреніп атқанымыз, үйленгеніміздің кейінгі жағдайлар. Аханың әндері ғана емес, жанұясындағы қызықты сәттер де ректен түспейді. Мәселен, оның жарына қалжыңдап айтқан фразалары мемге айналып кетеді. Қызды берсең, шалалға бер, сақалымен ойнасын. Бүкіл қазіргі мемдердің бәрі как будто сол мемен болып атқан сияқты да қараймын да, ё-ма, Аиша, білгеніңді істеп атсың ғой деймін да. Қазір адамдар айтып жатыр, актуальныға саңшы, Құдайға шүкір деген тренд болып кетті дейді. Құдайға шүкір деп айта саған ем. Адамдардың бәрі лайк, репост, бір 2,5 мың, анау білгенін істеп атыр деген 4,5 мың ба, 7,5 мың репост, бірдеңелер, мен түсінбеймін, сонда ол нәрсе сіздерде де болады ғой. Ғашықтарға хейтті айтылатыны жасырын емес. Оған себеп Аишканың ашық аутфиттері. Еске салсақ, Аишка желіде танымал блогер. Бүгін неге жалғыз жүрсіз? Аха қайда? Аха жұмыста, келе алмады бүгін. Запись студияда отыр, я. Негізі осындай ивенттерде жалғыз жүргенде ренжімейсіз ба? Жоқ. Мен өзім де медиа жүрмін. Как это, шоу-бизнесте. Все понимаем, все поддерживаем. Әйеліңіз еркелесе, еркелігін көтеріңіз. Ол басқа бір кісінің, басқа бір еркектің қолында тәрбие алған кісі. Сондықтан оның еркелігін көтере білу, мен ойымша, вот это и есть настоящая любовь. Потому что деп мінез көрсет, тоқта, мен осындаймын деп, ол бәріміздің тестостеронымыз таси береді. Десе де Аха жұбайының тым еркінсіп кеткенін қаламаймын деп отыр. Қуып баратқан жерінен тоқтатып аласыз ғой, в любом случае крышасы кетіп жатса, жаным үшін тоқтайды. Бірақ егер де бір идея айтып келіп, бизнес ашамын, бірдеңе жасаймын, анау мынандай десе, тыңдап көріңіз, мүмкін бір жерлерде сізден совет сұрап келіп жатқан шығар келіншегіңіз. Сол кезде сіздердің араңызда таза махаббат, бір-біріңізді түсінушілік и сенім пайда болады. Аха сондай-ақ жанұядағы гармонияның сырын айтты. Біздің арамызда ешқандай сиқырлы магия жоқ. Отношенияның бір лайфхагы деген секілді жоқ. Менде ол да екеміз прямолинейный адамыз, бір проблема болса, екеміз отырамыз да, давай шешіп тастайық. Сен маған айтшы өзіңнің ойың, неге ол саған ұнамайды? Ал енді сыйлықтарға кезек берсек, дәл қазір Ревенюс Еркебай картинасына 2 билет ойнатады. Актерлық құрам өте ерек. Атап айтқанда Зарина Кармен, Сырым Қашқабаев, Расул Ғалымұлы басты рөлдерде. Бүгін математика сабағын бірге өтеміз. Бастаймыз ба? Жарайды, қосық. Фильм желісі бойынша Еркебай атты жеткіншек ата-анасына да мұғалімдеріне де күн көрсетпейді. Есер әрі ерке, өйткені ауқатты адамдардың жалғызы. Бір күні аниматорымыз деп бетперде киіп келген екеу Еркебайды ұрлап кетеді және бас бұзарлар баланың әке-шешесінен ақша бопсалайды. Дәл осы киноның қадірлі қонағы болғың келсе, мен қоятын сұраққа дұрыс жауап бер. Жанболат Найзабеков адаммен алғаш танысқанда оның қандай ерекшелігіне мән береді? Ең бірінші адамның тазалығына қарайсыз ғой енді. Инстаграмдағы біздің ресми Ревенюс парақшамыздағы менің постымның астына дұрыс жауапты жазып, белсенділік танытқан көрермен жеңімпаз атанады. Ендеше сәттілік. Ал мен сіздермен қосасам, келесі жүздескенше ағайын, сау болыңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Личи брендіне алғыс білдіреміз.